күшті, төбем көкке жеткендей қуанып отырмын. Қанатым болса былай ұшып кететін сияқтымын. Неге дейсіздер ме? Себебі көптен бері өзім сүйсініп оқитын керемет блогер, сынықшы, қолы дуалы, аузы дуалы сондай керемет адам бар. Батыстық Ақтауда тұрады. Айнұр Асқарқызы деген адам өзінің сторисына мені де оқитыны туралы жақсы лебізін білдіріп жазып қойыпты. Өте қуаныштымын. Ғаламтордың осындай да бір пайдасы тиеді. Инстаграм арқылы сол қалада тұрмасаң да әйтеуір әлеуметтік желіде энергиясын сезініп деген сияқты. Алла қаласа Ақтауға да барармын. Сол кезде міндетті түрде жолығармыз. Сондықтан достар, сіздер де жазылыңыздар. Айнұр Асқарқызы деген керемет адамның парақшасы. Өздеріңіз кіріп көрсеңіздер болады. Өмірде керекті ақпараттар түйесіздер, керемет оқиғалар жазады, блог жазады. Енді посттарын көрсеңіздер, оқысаңыздар, өздеріңіз түсінесіздер. Сіздерге де кеңес беремін, жазылыңыздар. Және де посттарынан бір байқағаным, сол батыстағы көптеген адамдар істерінің алға басып кету үшін бутик бірдеңе ашатын болса, сол кісіні шақырып лентаны кестіреді екен. Қандай керемет, иә? Жалпы батыста 365 әулие бар дейді ғой. Қанша айтқанмен қасиет шығады ғой, сондай керемет адамдар болады. Күшті. Айтпақшы, ол кісі жақында өзінің лото конкурсын өткізеді, көп деген сыйлық ұтып ала аласыздар. Парақшасына жазылып біліп отырыңыздар барлық ақпаратын. Ол кісінің жазған ойынын, түйгенін бәрін жазады ғой, содан өзіңе мотивация алып оқи аласың, ақпарат аласың деген сияқты. Өте қуаныштымын. Расын айтсам, Ақтауға кетіп қалғым келіп тұр. Жүздескім келеді сол адаммен, бір қолын алып. Қарындасым, ақ беліңнен айналдым, өзіңнен қарлығашым. Бір қарындасым осындай ізгі ниетін білдірген екен. Рахмет саған, тілекшім. Шын жүректен. Алла разы болсын. Жігіт аға, люблю вас дейді. Ой, Алла разы болсын. Не деген тілек, не деген асыл сөз. Алла разы болсын. Енді қалауымнан кету маған байланысты емес. Әркімнің қандай да бір салада болсын, қандай жолда болсын, бір бітетін демі бар ғой, көреміз. Кім қаншалықты намаз оқыса да, қажылыққа барып қажылығын өтесе де, қаншалықты көп оразасын ұстаса да, бірақ анасының разылығына жетпесе, ешқандай құлшылығы қабыл болмайды дейді. Осындай түсінігіңізге, пейіліңізге Алла разы болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Қайырлы кеш, құрметті оқырмандар, бауырлар, достар. Жалпы баршаңызға, қазақтарым, сіздерге тілейтін тек қана жақсылық. Әрине, теңіз тез табылсын деген ниет білдіргім келеді дейді. Көп рахмет, бұл да жақсы тілек. Өткен күнмен өтіп кеткен, өткен шақпен өмір сүретін қазақ емеспіз ғой, келер күнмен өмір сүреміз. Алла қаласа бәрі де бола жатар.